Қыздар, қосарлы ламбрекен жасайтын кезде міндетті түрде жоғарғы жағын түзу етіп кесіп аламыз. Түгі міндетті түрде төмен қарап тұру керек. Осылай сызып алып, выжигательмен кесеміз. Кейбір қыздар бар, қайшымен кеседі. Ол қайшымен кескен дұрыс емес. Матамен дублерин бір-біріне жабысып тұру керек. Сол себепті біз бірінші жоғарғы жағын кесіп аламыз. Сосын кейін уже бізге жаңағы лентасы, оюн жабыстырған кезде сол жоғарғы жақтан төмен қарай есептеп жабыстыратын боламыз. Қазір енді оюн, бетіне қоятын оюн дайындап аламыз. Бұл жерде де матаның түгі төмен қарап тұру керек. Үнемі айтамын, әйнек, әйнектің үстіне паутинка, паутинканың үстіне матаны оңынан и оюымызды түзулеп қойып аламыз. Кейбір қыздар бар, астына ағаш, болмаса кардон қойсақ болмай ма деп, темір қойсақ болмай ма деп. Бұл тоқпен жұмыс жасалатындықтан міндетті түрде әйнекпен жұмыс жасағандарыңыз жақсы. Выжигательде негізінде осы стайердің выжигателі өте ұзаққа шыдайды, қызуы да жақсы, матаны жақсы қияды. Жүзі кетіп қалмайды. Сондықтан осындай выжигатель болса, егерде мүмкіндігінше осындайды алып пайдаланғандарыңыз жақсы. Сосын ламбрекенді қиғанға бір бөлек выжигатель, матаны осындай оюлы маталарды қиятын кезде бір бөлек қиғандарыңыз жақсы. Себебінде дублерин сәл қаттылау болады да, дүзін кетіріп тастайды. Кейін мына матаны қиятын кезде сәл қиыншылық туады. Сол үшін қағаз қиятын қайшы бір бөлек, мата қиятын қайшы бір бөлек деген сияқты менде өзім солай екі выжигатель дайындап алғанмын. Сіздерде солай дайындап алсаңыздар болады. Нөл бір миллиметр тегізбей қиып үйренгендеріңіз жақсы. Сол уақытта мата мен қағаз жабысып қалмайды да, жақсы шығады. Ал егер матаға тақап қия беретін болсаңыздар, матаның размері кішірейе береді да, кейін бір оюыңыз үлкен, бір оюыңыз кішкентай болып қалады. Енді мінеке матаны оңынан аударып, ортасын түзу етіп сызып алдық. Қазір сіздерге 1 метр көрсетемін. Ал сіздер өздеріңіз 4 метр, 5 метр жасайтын кезде бірыңғай 4-5 метр матаңызды дайындап алып, сосын кейін барып ортасын шығарып, кейін шеттеріне қарай осы қанша ою керек, сонша оюдың барлығын есептеп жабыстырып шығасыздар. Жоғарыдан төмен қарай сантиметр, миллиметрін есептеп отырып, мысалға оң жағында қалай қойдыңыз, сол жағында да солай сызғышпен есептеп отырып қоясыздар. Мінеке екінші бөлігінде түзелеп қойып шығамыз, бірақ маған қазір екінші бөлігі ұнап тұр. Соған қарай ыңғайлап қазір мына бірінші бөлігін түзейміз.
мінекей бізде бергі бөлігі, бірінші бөлігі ол сәл жоғары тұр, иә. Енді екінші бөлігіне сәйкестендіру үшін барлығын бірдей етіп жабыстырып шығамыз. Міндетті түрде булавкамен белгілеп, түзулеп алғандарыңыз жақсы, себебінде жай ғана қойып, матаның үстіне жаңағы малымызды қойып үтіктейтін болсақ, бұл жерде қозғалып кету мүмкіндігі өте жоғары, сондықтан мейлінше булавкамен жақсылап түзеп алғандарымыз жақсы. Кейін уже бұл қозғалмай тұрады. Үтіктегеннен кейін тағы да булавканы салып тастап, тағы да үстінен бір үтіктеп шығамыз. Ар жағындағы бір бөлігін қиып тастаған екем. Енді мына жерде де екеуі бірдей болсын деп алып тастадым. Енді пармен үтіктеп шығамыз. Үтіктеген кезде тек бетінен ғана басып, үйкелемейміз. Алдында айтқанымдай. Үйкелесек мата қозғалып кетеді. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, екі шеті түп-түзу шықты. Енді өздеріңіздің көзқарастарыңызбен шеттерін, екі шетін бірдей етіп, осылай бормен сызып аласыздар. Кейін бір қайшымен кесіп аламыз. Қайшымен кескеннен кейін арт жағынан 1,5 сантиметрден ақырындап выжигательмен кесіп шығуымыз керек. Енді выжигательді алдында да айтып өттім, матамен мата жабысып тұру керек. Егер де қайшымен ғана кесіп қойып қоятын болсаңыздар, кейін ол мата мен дублерин ажырап жарамсыз болып қалады.
Енді мен сіздерге басқа сабақта аппликация жасауды көрсеттім. Осы жерлерде де кез келген қайсы жерде аппликация жасағыңыз келеді, соны өзіңіз пайдалансаңыз болады. Таспен, арқанмен деген сияқты. Ал енді липучканың жұмсақ жағын міндетті түрде осы ламбрекенге тіккеніміз жақсы. Ол липучка 50 килограммға дейін көтере береді. Сондықтан ешқандай қорқынышсыз липучканы тіге бересіздер. Мінекей, выжигательмен